Нумерология жеке адамның психологиялық портретін анықтап қана қоймай, оның денсаулығы, таланты және болашағын білуге мүмкіндік беретін ежелгі өте қызықты ғылым. Егер бір шаңырақтың астында өмір бойы бірге тұрып жатқан адамыңызбен қарым-қатынасыңызды тереңірек білгіңіз келсе, немесе белгілі бір адаммен бірге тұруды жоспарласаңыз, сол адаммен қарым-қатынасыңызды жақсартуға ниетіңіз болса, ол жайлы толығырақ білгіңіз келсе, кейбір түсініспеушілік мәселесін шеше аласыз. Сонымен қарапайым есептеулерді жасап көрейік. Туған күніңізді өзіңіздің және қасыңыздағы адамның бір жолға нөлсіз жазыңыз. Яғни барлық санды қосыңыз. Шыққан саннан 22 санын, кіші сан шықпайынша 22-ні аласыз. Яғни шыққан сан үйлесімділіктің индексі болып саналады. Мысалы, Гүлмира 12 қыркүйек 1970 жылы дүниеге келді делік, ал Серік, оның жолдасы, 2 желтоқсан 1968 жылы дүниеге келген. Барлық сандарды қатарынан нөлсіз жазамыз, яғни Гүлмираның туған күні айы жылын және Серіктің туған күні айы жылын бірге қосып жазатын боламыз. Одан 22-ні аламыз, яғни шыққан қосынды бұл жерде 58 саны, осы қосындыдан 22 санын аламыз. Ол саннан бізде 36 шығады. Яғни 22 саннан кіші сан шықпайынша, немесе 22 саны шықпайынша, біз 22 санын қосындыдан алып отырамыз. Яғни бұл жерде 36 шықты, бұл дегеніміз үлкен. Тағы да 22-ні 36-тан аламыз. Сонан соң бұл жерде 14 индексі шығады. Ал енді қандай сан шықты, соны оқып көрелік. Бір саны. Мұндай қатынаста мен басқарамын деген мәселе жиі қозғалады. Біреуі әдетте ол көбінесе ер адам қарым-қатынасты өз қолына алуға ұмтылады. Ол өз еркіне бағындырып, өз талабын қояды. Осындай сәтте жанжал жасамауға тырысыңыз, өйткені бұл жақсылыққа әкелмейді. Ал шығармашылық адамдардың қатынасы бұндай кезде қызықты болмақ. Ол әркімнің көңіл күйіне байланысты және көп нәрсені өзгертуге болады. Екеуі әр ісін бірлесіп жасағаны дұрыс. 2 саны. Өте жылы, үйлесімді қарым-қатынас, бір-біріне жаны жақын, бір-бірін бір қарағаннан ақ түсінеді. Әрқайсының ішкі дүниесі кең, қиялы бірге. Апама жездем сай демекші, өте қолайлы қарым-қатынас. 3 саны. Жақсы қарым-қатынас деуге болады. Соңы некелесіп, бір шаңырақтың астына отау құруға келеді. Дүниеге сәби әкеле алады. Екеуі бірлесіп ақша тауып, тұрақты қатынас жасауға бейім. Тек арасына өзге ешкімнің қол сұғып араласуына жол бермегені жөн, әсіресе аналары. Бұл қатынаста әйел адам көшбасшы рөл атқарады. 4 саны. Басты рөлде ер адам. Мұнда құмарлық, эмоция басым. Қызғанышқа жол бермеңіз, өйткені ол бәрін құртады. Сүйіктісінің әр әрекетін жүрген тұрғанын толық басқарғысы келеді, яғни толық иемденгісі келеді. Ал бұл деген өзімшілдік. Жұрттың өсегіне ермеңіздер, ол араларыңызды суып кетуіне әкеледі. 5 саны. Өміріңіздегі маңызды қатынас. Қасыңыздағы адам үлкен рөл атқарады. Бұл жерде әлеуметтік айырмашылық кедергі келтіруі мүмкін, немесе ортақ мүдде, қызығушылықтардың айырмашылығы, өмірге деген көзқарас. Ол сіздің үйретушіңіз, ұстазыңыз, кеңесшіңіз болмақ, немесе сіз оған жол көрсетуші, бағыт-бағдар беретін жарқын жұлдызы боласыз. 6 саны. Барлық жұптардың ішіндегі ең үйлесімдісі. Некесі құрса керемет болмақ. Өзара махаббат, келісім берекесі бар. Алайда бастапқыда бір-бірін толық түсінуі қиынырақ болуы мүмкін. Уайымдамаңыз, бәрі уақытымен өз қалпына келеді. 7 саны. Өте қағілез жұп. Өзгерістерге толы, аралас-құраластары көп. Жолға көп шығады, тұрақсыздық бар, көзге шөп салуы мүмкін. Әдетте мұндай байланыс ұзаққа созылмайды.
Дегенмен сүйіктіңіз туралы маңызды шешімді аспай-саспай қабылдауға тура келеді. Асықпаңыз. Уақыт беріңіз, әйтпесе қателікке ұрынуыңыз әбден мүмкін. 8 саны. Сезімнен көрі төзімге бейім. Бір-біріне жақсы дос, серік, тағдырлы жұп. Өткен өмірлерінде екеуінің де бір-бірінің алдында кінәсі болған. Ал бұл өмірде сол жасаған қателікті түзетуге талпынады. Мұндай қатынасты бұзу қиын. Әрқайсысы қасындағы адамның емес, тек өз кемшілігін түзеткені жөн. 9 саны. Күрделі қарым-қатынас. Әркім өз-өзімен жүреді, әрқайсысы өзін жалғыз сезінеді. Мейірім, көңіл бөлу, жылулық жетіспейді. Ақыр соңында ажырасып тынады. Сонымен бірге бұл жұпта біреуі сүйсе, екіншісі сүймейді. Өзара шынайы сезім жоқтың қасы. 10 саны. Өте бақытты жұп, берекелі, жақсылық әкеледі. Қасыңыздағы адам сізді бақытты етуге жаралған. Сізді құтқаруға келгендей, ол сіздің мүмкіндігіңізді кеңейтіп, жолыңызды ашады. Сонымен бірге бұл есеппен қосылған жұп болуы да мүмкін. Қалай болғанда да бәрі жақсы аяқталады. 11 саны. Күрделі қарым-қатынас. Екеуінің де мінезі өте мықты, екеуі де үстемдік етуге тырысады. Соның салдарынан қақтығыс пен жанжал жиі болады. Өзге біреулер араларыңызға араша түсіп, араласып, кірісіп отырады. Көзге шөп салады. Бір-біріне бейімделіп, ортақ ымырауға келуі керек. Әйтпесе қарым-қатынастары бұзылады. Жыныстық қатынаста өте жақсы үйлесім бар. 12 саны. Онымен бірге болу үшін көп нәрсе жасайсыз. Әрдайым құрбандыққа барады. Сүйіспеншілігіңізге бола көп нәрсеге шыдайсыз. Көз жұма қарайсыз. Қиын да тағдырлы қарым-қатынас. Сезіміне жауап жоқ, реніш бар. Түсінбеушілік бар. Бұл қатынас жүректі сыздатып, онда үлкен сызат қалдырады. 13 саны. Жақсы деу қиын, ерте ме кеш пе әйтеуір бір күні ыдырайды. Қауіпті қатынас. Екеуінің арасындағы энергия сәйкес емес. Некеде зорлық-зомбылық орын алуы мүмкін. 14 саны. Сабырлы, жаймашуақ қарым-қатынас. Бұл үйлесімділіктің ең жақсы нұсқасы. Бір-бірін жақсы түсінеді. Мақсаттары ортақ, мүдделері ортақ. Ұзақ және тұрақты қатынас орната алады. 15 саны. Қауіпті. Мұндай неке айла-шарғы жасау мен бопсалауға негізделген. Әріптестердің бірі екіншісін байлап ұстайды. Жыныстық тәуелділік бар. Арам әрекеттер бар. Қара магия бар. Бақсы балгерлер де бар. Бұл адамға жоламаңыз, өмірлік серігі болмаңыз. 16 саны. Тұрақсыз қарым-қатынас. Үнемі бір-біріне сөз беріп, уәде беріп, ұрсысып, жанжалдасумен болады. Нәтижесі ажырасуға әкелуі мүмкін. Бір-біріне мүлдем сай емес, лайықты да емес. Бұл қатынас екеуіне де жақсылық әкелмейді. Жақын адамдарға қатты әсер етуі мүмкін. Энергетикалық вампиризм бар. 17 саны. Керемет жұп. Екі жартының бір бүтіні. Бір-біріне лайық, бір-бірін жақсы толықтырады. Бұл адам сізді жебеуге жіберілген періштедей. Болашағы жарқын. Қоян қолдық жұмыс істеп шығармашылыққа бейім. 18 саны. Көп нәрсеге алданады, қиялына еріп, шын мәнінде олай емес болып шығады. Қасындағы адамның кім екенін, қандай екенін сол күйі түсінбей өтеді. Өтірікті көп айтады. Көзіне шөп салады. Опасыздық та бар. Көзіңізді ашып қараңыз. Қате таңдау жасау қаупі басым. Жақсы қарым-қатынас жасаймын деп бақсы балгерлерге жүгінбеңіз. Одан көк тиын пайда болмайды. Басын айналдырамын деп тырысудың қажеті жоқ. 19 саны. Керемет. Жылы үйлесімді қарым-қатынас. Дені сау және бақытты балалар дүниеге келеді. Нағыз махаббат бар. Өзара сыйластық, түсіністікке толы. 20 саны. Бастапқыда қиын болады. Көп уақыт бір-біріне үйренісе алмай қиналуы мүмкін. Дегенмен уақыт өте келе бір-біріне бейімделеді. Сөйтіп барлық қиындық артта қалады. Сезімдері оянып шынайы махаббатқа ұласады. Жалпы алғанда бұл бір-біріне лайықты жұп. Ең бастысы бір-біріне үйренуге уақыт керек. Адал достық бар. 21 саны. Берекелі, тату-тәтті, игілі. Некелері мықты, ниеттері де түзу, байсалды.
бір-бірін қолдап, көмек беріп, қорғап, қамқор болады. Энергиялары керемет үйлесімді жұп. 22 саны. Болжап болмайтын, қай жағынан шығарын білмейтін қатынас. Еркіндік жетіспейді. Серігіңіз бір түрлі адам, бәлкім ерекше. Күтпеген жерден тарс етіп жарылатын адам. Жақсы, үйлесімді қатынас орнатуға көп күш жұмсауға тура келеді. Жігер керек, әйтпесе ажырасып тынады. Осы видеоға байланысты өз ойларыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.